біздер жан құрбылардың 5-ші бөлімін түсіретін боламыз. Ал енді бастай берсек болады. Мынадан неме білемін. Жұмысыма келдім ау. Ішкіден. Итім? Қоясын ба? Ваф. На, тамағын жей қой. Мышкада мені де жеп бітті ғой. Қандай тесттерім бар тауып жазады. Аха. Шошақ кеттім, уже үйге қайтатын уақыт бопты. Мусорға тастайын енді бұнан. Мен кеттім. Жұмыс олай үйге кеттім. Қазір анашым келеді ғой үйге. Біріне үйді жинап па істеп қояйық. Үйді жинап, бәрін әдемі қылдыртып жинап қояйық. Ой, итак, үйдің жиналып тұр ғой, қарасайшы. Үйдің бәрі жиналып тұр. Қалай жиналып тұр? Полдарды қарасайшы, шаң. Мен полды жуам. Анашым 1 сағаттан кейін келеді. Полды жуып тастамасам мен. Шық. Осыны тірліктерді маған істетіп қойып, өтіріктен. Ой, таза ғой дейді. Нені? Модель маған үйжінал. Просто ұлдарды істемейді ғой тірлікті. Осыны мен жуып жүргім керекпін. Артырында сендерде. Ой, не болды соншама? Бір өзің пол жуған үшін ашуланасың ғой. Енді өзден жинамайсың да, анашым келген соң айтам сендерге, түсіндіңдер ма? Айта бер. Біз ата ұлдарымыз ғой. Ұлдар болсаңдар да бәбір жинау керексіңдер үйді. Осы не мен ғана жинай берем ба? Мені Аяру екеуміз ғана жинаймыз үйді. Аяру? Ну да, анда-санда жинайып тұрам мен. Анда-санда дейді ғой еще. Мен жоқ кезде сонда төртеуінде телефонда отырасыңдар ма не? Я, и чё не олды телефонда отырасың. Анашым келген соң айтам сендерді. Түсіндіңдер ма? Надоелсіңдер уже жинауға. Өздерің ондай неді? Үлкен үйге көшкен соң сендер. Әйелің болғанда не істейтін едің? Әйелің жұмысқа кетесің, үйде отырғанда. Сен сол кезде үйді саған жинатқызып қойса не істейсің? Мен ба? Уборшниктерді шақырып қоям. Не болыпты? Ой, еще оған ақшаны бересің ба? Не мен? Полды жуып. Енді не шындап шығу керек еще. Неге мен үнемі как еда мен істеуім керекпін ғой. Бұл үйді мен сатып алып бергіздім сендерге. Уже анашым келіп қалды. Анашым келді уже. Ой, қызым. Не болды? Ана қарасаңызшы, телефонда отыр. Телефон шықып. А мен болсам отырмын. Үйдің бәрін жинап. Неғып жинамайсыңдар сендер, а? Сендерге бір телефон алып беріп едім төртеуіңе. Бір кішкентай қызға жинатқызып қойдыңдар. Енді сендердің телефондарды тық қоям, әкеліңдер, тез. Бұл әкел. Тық қоймасам, бұлардың телефондарын қызыма жинатқызып болған қарсайшы. Бәрін.
Tez үйді жинаңдар. Қызым демалсын. Шаршады. Мә алыңдар. Шаршады болды. Уф, анашым, не бізге? Өйткені сендер істедіңдер. Түсініңдер ма? Ол қыз кішкене ұйықтасын да ол да. Жарайды, жинаймыз. Сен барда не істейш? Шаңдар түсірт. Мен қазір болдар жуайын, дұрыстап. Сен ұстап жүрді. Сен аған суға жүресің, түсін ба? Жина. Әкеш суды. Анашым болдық біз. Болсаңдар, тез ана залды дұрыстап жинап қойыңдар. Анашым. Өтінемін, бізге жинатқызбаңызшы, анаған жинатқызсыншы, ана аяруға. Шаршадым уже. Жоқ, өзің жинайсың. Өздерін жинайсыңдар. Мен ұйықтайын, түсініңдер ма? Қазір жинамасаңдар, мен сендерді әкелеріңе айтып берем. Әкелерің қазір жұмыста, түсініңдер ма? Осы бір ұлымыз ғой, неғып бізге жинатқызасыз? Ұлма қыз ба маған бәбір? Өздерін жинаңдар. Қалай болса да солай жинамай, дұрыстап жинаңдар. Мен ұйықтайын болды. Осы не ба? Мама десе от осындай болады. Айтып берем осы. Қыз жек көрім бар ма? Ең кішкентай болып. Еркелейді. Маған надоел бұндай қыз. Еще. Жинайындар дейма дұрыстап үйді. Жинаймыз нормально. Так, нормально тұр ғой. Нормально тұр бәрі. Осы неге? Болды, жинадық. Анашым, болдық біз. Не болды сонша қатты ояттың ғой. Болды, жинадық. Енді біз ұйықтаймыз. Шаршадық бізде. Шаршадық. Еще төртеуміз барлығы жинап жүрді. Жарайды, барып ұйықтаңдар. Жарай, подружкам. Як мне ұйықтамыз? Болды. Үйді өтірік жинаған. Жарайды, мақұл. Отырам кішкене. Әкем қашан келеді. Жарайды, келіп қалатын еттім. Келдім ба, шаршап кеттім ғой мен. Басым ауырып тұр қатты. А не болды? Не болды? Ана қыздар ғой мен шаршатқан. Кіші қыз жұмысқа барып келіп едім. Мына қызды өзінше жинатқызып қойған ғой оған. Не бұлар ұйықтап жатыр. Өздерін ұйықтатқыздым. Мен тұрғызбасам, киімімді ауыстыра алайыншы қазір. Тұрыңдар тез. Ой. Не болды, Китай? Неғып сендер ана қызға жинатқызып қоясыңдар, а? Неғып деймін, беркел тұрыңдар. Дүртеулеріне ха. Той киінді біз
Біз ғана жинай беруіміз керек па? Неғып біз ғана жинай береміз? Қайдағы біз ғана? Ол ғана жинайды ғой еді, как всегда. Осыны бізге ұрсат та жүреді. Не үшін иығымды бұздыңдар? Туф. Шуламаңдаршы, иығым жеп тұр. Той Китай, енді ол кіші ғой. Ол да біздің айтқанымызды тыңдау керек. Не сендердің ғана айтқандарын тыңдай беру керек па? Мен сендерді осы жолы қуып шықпасам, болмайды айту. Бар тез ұйықтаңдар. Не. Сау болыңыз достар, енді 6-шы бөлімін ертең түсіретін боламын. Сау болыңыздар.